Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Құрметті жұмаға жиналған қауым, өздеріңізге мәлім, бізде Қазақстан елімізде 2600-дей мешіт бар, бүгінгі күні жұмыс жасап тұрған. Сол мешіттерде жұма уағызы бір тақырыпта жүргізіледі. Бүгінгі жұмамыздың тақырыбы мұсылманның әхлі кітап иелерімен қарым-қатынасы. Әхлі кітап деген, өздеріңіз білесіздер, Құранда осылай деп өтеді: кітап иелері басқа өздеріне пайғамбар жіберілген, өздеріне Алла тарапынан кітап келген христиан дінін ұстанушылар, яхуди дінін ұстанушыларды әхлі кітап деп айтады. Яғни басқа конфессия өкілдерімен, басқа дін өкілдерімен деп қазіргі тілде айтсақ та болады. Өздеріңіз білесіздер, біздер Аллаға шүкір, біздерді мұсылман ата-анадан дүниеге әкеліп, осындай құлшылық ғибадатты жасауды, өзін тануды нәсіп еткен Аллаға мыңда бір шүкір деп айтсақ болады. Біздің дініміз ислам. Ислам деген сөздің өзі негізгі мастары сәлем деген сөзден шыққан. Әсләмә юслиму исламан деп. Мағынасы ислам деген бейбітшілік, аманшылық деген сөздерден бастау алады. Кейбір кезде өздеріңіз білесіздер, әсіресе мына соңғы уақытта ислам дінін лаңкестікпен байланыстырып айтатындар бар. Біздер оған өте қарсымыз. Біздің басшыларымыз, елбасымыз да өте қарсы. Өйткені ислам лаңкестігі деген сөзде, егер ислам сөзін қазақшаға аударатын болсаң, бейбітшілікті жақсы көретін лаңкестік, бірлікті уағыздайтын лаңкестік деген сөзден шығады. Сол үшін ол ислам деген сөзді терроризммен, экстремизммен, лаңкестікпен бірге айтуға болмайды. Өйткені ислам деген сөздің өзі бірлік, аманшылық, ынтымақ деген мағынаға келеді. Алла тағала Құран кәрімінде Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim, Huvallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus salam. Осы сөздің мағынасын айтатын болсақ, Хуаллах, ол сондай Алла, аллази ла илаха иллаху, одан басқа ешқандай илах жоқ. Және ол әл-мәлик, патша, барлығының иесі. Барлық нәрсенің, бұл біздің көзбен көріп тұрғанымыз бар, біздің көзбен көрмей тұрғанымыз бар, соның барлығының иесі, патшасы ол Алла. Әл-Құддус, ол Алла пәк, және әс-сәлам, ол Алла сәлам деп келеді. Алланың 99 есімі бар болса, соның біреуі сәлам, амандық деген мағынаны білдіреді. Осы ислам деген сөзді, осы сәлам деген сөзді барлығының түбірі, мастары бірдей. Және Алла тағала Құран кәрімінде бізге ең соңғы, өзін ерекше жақсы көретін, келуі ең соңғы болғанмен рухы, жаратылысы ең бірінші болған пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның үмбеті болуды нәсіп етті. Ол пайғамбарымыз туралы да Алла тағала Құран кәрімінде Estaizu billah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Біз сені дейді, тек қана бүкіл ғаламға мейірім етіп жібердік дейді. Бұл аяттарды айтып жатқан себебім, құрметті жамағат, бәріміз түсінуіміз керек. Біздің пайғамбарымыз барлық ғаламға мейірім етіп жіберілген. Тек қана мұсылманға емес, тек қана исламға емес, тек қана бұл әлемде емес, тек қана біздің көзімізбен көріп тұрған ғаламға емес, барлық ғаламға мейірім етіп жіберілген. Біздің дініміздің аты бейбітшілік, мейірімділік. Олай болса, біздің жұманың тақырыбы басқа әхлі кітап иелерімен, басқа дін өкілдерімен қарым-қатынаста біз осы ұстанымды ұстануымыз керек. Мейірімділік, бірлік, ынтымақ. Және Алла тағала инна дина индаллахил ислам, Алланың жанында нағыз дін ол ислам діні деген. Және
Тағы бір аятында Истағиду биллах, «Уәмән ябтағи ғайрал ислами динан». Кімде-кім исламнан басқа бір дінді іздейтін болса, осыдан басқа бір ақиқат жол бар ма екен деп, «Фәлән юқбала минх». Олдан ешқандай нәрсе қабыл болмайды дейді, қабыл етілмейді дейді. «Уәхуа фил ахирати минал хасирин». Ол ақиретте зиян шеккендердің қатарынан болады дейді. Өзіміздің ұстанып жүрген дініміз, өзіміздің еріп жүрген пайғамбарымыз осы мейірімділікті, бірлікті, ынтымақты уағыздаған. Олай болса, біз де соны уағыздауымыз керек. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадистерінде де бірнеше жақсы өсиеттерін бізге айтқан. Соның бірі, «Я айюханнас», ей адамзат, «Әлә, сіздерге ескертем, инна раббакум вахид». Ақиқатында сіздердің раббыларыңыз бір дейді. «Ва инна абакум вахид», сіздердің бабаларыңыз да бір дейді. Бәріміз адам бабамызбен Хауа анадан тарадық. «Әлә, ла фазла ли арабиин ала а'джами». Арабтардың басқа араб еместерден ешқандай артықшылығы жоқ дейді. Тек қана арабтар күшті деп айтуға болмайды. Олардың араб еместерден артықшылығы жоқ дейді. «Уәлә ли а'джами ала арабиин». Ал араб еместің арабтан да бір артықшылығы жоқ дейді. «Уәлә ли ахмара ала асвад». Қызыл түстінің қара түстен де ешқандай бір айырмашылығы, артықшылығы жоқ дейді. «Уәлә асвад ала ахмар». Қара түстінің де басқа түстен де ешқандай айырмашылығы жоқ дейді. «Илля биттақуа». Тек қана адамдардың бір-бірінен айырмашылығы тақуалықпен ғана есептеледі дейді. Тақуалықта ғана тек айырмашылық. Біздер мінекей осы жерде қаншама жамағат отырмыз. Қазір барлығымыздан сұраса, сен Алладан қорқасың ба десе, бәріміз де иә деп жауап береміз. Тіпті кейбіреуіміз, мен тек қана Алладан қорқам деп жауап береміз. Дұрыс. Бірақ та іске келген кезде кімнің тақуалығы жоғары екенін оны тек қана бір Алла біледі. Сыртқы тақуалық ол алдамшы болуы мүмкін. Бір жігіт жамағат бар дейді, 5 уақыт намазында да мешіттен қалмайды екен. 5 уақыт намазды жамағатпен оқиды екен. Жамағаттың бәрі таниды екен оны. Бір күні мешітке келіп, ерте келіп сәлем намазын оқып тұрған жаңа тақуа жігіт. Содан бір жамағат мешіттің бұрышында күбірлеп сөйлеп отыр дейді. Мына жігіт деген сондай күшті жігіт. Мына жігіт деген сондай тақуа жігіт. Ешқандай намазын жібермейді, барлығын жамағатпен имамның артында мешітте оқиды деген. Енді мақтаған кімге жақпайды, бәріне жағады. Анау сол күбірлеп айтып жатқан әңгімесін сәлем намазын оқып тұрып естіп жатыр дейді. Құлағына жағып кеткен ғой әдемі. Шыдай алмағанда намазын бұзып айтады дейді, еще мен ораза ұстап жүрмін деп. Дұрыс тақуалығың бар, дұрыс ораза ұстап жүрсің, дүйсенбі, бейсенбі, ережеп, шағбан айларында нәпіл ораза ұстап жүрсің, 5 уақыт намазында қалдырмай мешітте оқып жүрсің. Бірақ та оны басқа біреуге мақтанып, көрсетіп, айту үшін емес, Алланың ризасы үшін орындау. Тақуалық деген сол. Жасаған игіліктерің бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, садақада да тақуалық болады біреуге көмек бергенде. Оң қолыңның бергенін сол қолың білмесін дейді. Және де құрметті жамағат, мына аятты айта кеткім келеді. Алла тағала Құранның кәрімінде айтады: Истағиду биллах, я айюханнасу, ей адамзат дейді. Білесіздер, кейбір аяттарда я айюхалладина аману деп өтеді. Ей жүректерінде иманы бар кісілер. Ол Алла тағаланың тек қана өзіне иман еткен ислам дініндегі кісілерге, мұсылмандарға айтып атқаны. Мына аятта я айюханнас дейді. Ей адамзат дейді. Барлық адамзатқа айтып атыр. Иттақу раббакум, Раббыларыңыздан қорқыңыздар дейді. Барлық адамзатқа айтып жатыр. Аллади халақакум мин нафси вахида. Ол сондай Раббыларың сіздерді бір жаннан, бір нәпсіден жаратты. Ва халақа минха заужаха. Және содан сіздердің жұптарыңызды жаратты. Ва басса минхума риджалан касира ва нисаа. Және сол жұп етіп жаратты да бір-бірлеріңізге қосып көп деген ер кісілер және әйелдерді дүниеге алып келді дейді. Осы Раббыларыңыздан қорқыңыздар дейді.
Былай айтқанда бұл аятта Алла Тағала барлық адамзатқа айтып тұр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Фаин аслиму фақад ихтадау, ва ин таваллау фаиннама алейкил балағ». Фаин аслиму, егер олар мұсылман болса, фақад ихтадау, онда олардың тура жолды тапқаны дейді. Ва ин таваллау, ал егер олар бет бұрып кетсе дейді ақиқаттан, фаиннама алейкил балағ, саған ешқандай зияны жоқ, сенің міндетің жеткізу дейді. Біздер әрине өзіміз Алланы танығаннан кейін, оны жалғыз бір ешқандай серігі жоқ деп танығаннан кейін, нағыз пайғамбар, соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деп білгеннен кейін, осы намаздың, оқып жүрген құлшылық ғибадатымыздың нәрін басқа адамдардың да алғанын қалаймыз. Бірақ мына хадисте айтады, әрине сенің айтуыңмен басқалары тура жол тапса, қандай керемет, қандай күшті. Бірақ та кейбір кезде қабылдамай жатса, сен уайымдама, сенің міндетің тек жеткізу дейді. Кезінде Ибрахим алейхиссаламда Қағбаны тұрғызған кезде Алла Тағала: «Ей Ибрахим, кісілерді қажылыққа шақыр» деген. Алла, мен бұл шөл дала, ешкім мені естімейді. Ол кезде қазіргідей бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желі де жоқ. Бір уақытта бәрімен байланысатын. Мен қалай оларға жеткізем дейді ғой. Сол кезде Алла Тағала айтады: сенің міндетің айқайлап қажылыққа шақыру дейді, ал менің міндетім жеткізу дейді. Сол кезде қажылыққа шақырған кезде топ-топ келіп жатқан қажылардың дауысын естіген. Сол қажылар қазіргі ихрам киіп, тауап жасап, Арафатта уақфасын жасап, Сафа Маруада сағиын жасап жатқан сол қазіргі қажылардың дауысын естіген дейді. Біздің міндетіміз осы ақиқатты жеткізу. Жеткізген кезде де Алла Тағала айтады: «Истаиду билlah. Уд'у иля сабили раббика». Сен дейді, Раббыңның жолына шақыр дейді. Қалай? Бил хикмати. Хикметпен шақыр дейді. Даналықпен шақыр дейді. Уәл мау'изатил хасана. Және жақсы, көркем үгіт насихатпен шақыр дейді. Ешкімге де сен ашумен, эмоциямен ақиқатты дәлелдей алмайсың. Оны даналықпен және әдемі, көркем уағыз насихатпен айту керек, шақыру керек. Уәжадилкум биллати хия ахсан. Және олармен дейді, көркем түрде күрес дейді. Көркем. Хия ахсан. Сенің олармен күресуің, сенің ақиқатты жеткізуің көркем болу керек. Ол жерде ашу, тартыс, ұрыс, төбелес деген нәрсе араласпау керек. Инна раббака хуа а'лам биман далла ан сабилик. Күдіксіз сенің Раббың тура жол тапқандарды жақсы біледі дейді. Ва хуа а'ламу бил мухтадин. Ол сенің Раббың тура жол тапқандарды, кімнің адасып кеткенін, кімнің тура жол тапқанын барлығында өте жақсы біледі дейді. Енді құрметті жамағат, ислам қоғамдағы тыныштық пен ынтымақты сақтау үшін мына негізгі қағидаларды талап етеді. Біз өзіміздің ұстанып жүрген дініміздің ақиқат екенін білеміз, бірақ басқа дін өкілдерімен осындай көркем мінезбен, мейірімділікпен, жақсы нәрселермен өзімізді көрсетуіміз керек. Уағыздың өзі екі түрі болады дейді. Қал мен уағыз және хал мен уағыз дейді. Қал мен уағыз деген ол сөзбен айтып жеткізу басқаларына. Ал хал мен уағыз деген сен өзіңнің іс әрекетіңмен жеткізу. Талай жамағаттарды көрдік, өзінің әкесіндей кісіге, өзінің әкесінен де үлкен кісіге сен намаз оқымасаң тозаққа барып жанасың деп айқайлап тұрған жастарды да көрдік. Оның ондай деп айтуы исламның қағидаларына сәйкес келмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның немересі бар, Хасан және Хусейн деген. Бір күні екеуі мешітке келе жатып, бір дәрет алып жатқан кісіні көреді, үлкен ақсақалды. Ана ақсақал дәретті қате алып жатыр екен. Сол сіз намаздың дәретін қате алып жатсыз деп айтуға ұялады ана ақсақалға. Қараңыздар. Бірақ қалай жеткізеді білесіздер ме? Екеуі келіседі, Хасан мен Хусейн. Айтады, екеуіміз ақсақалдың екі жанына барып отырайық дейді. Біреуіміз дұрыстап дәрет алайық дейді, біреуіміз қате-қате дәрет алайық дейді. Сосын ақсақалдан сұрайық дейді, қайсымыз дұрыс алдық деп. Сөйтіп екеуі ақсақалдың екі жанына барып отырады да, біреуі дұрыстап алады дәретін, парыз, уәжіп, сүннет, мұстахаптармен, біреуі қате-қате алады.
Сосын ақсақалдан сұрайды ғой, ақсақал, біз сіздің балаңызбен жастымыз, екеуміз дәрет алдық, бірақ біреуіміз дұрыс, біреуіміз қате алған сияқтымыз дейді. Сол кезде ол кездің ақсақалдары да сондай бір көреген кісі болған ғой, көреген кісілер болған. Қазір де бар ондай ақсақалдарымыз. Не деп айтқан білесіздер ме? Ол ақсақал айтыпты, сендер екеуіңді дұрыс алдыңдар, мен дұрыс емес алыппын депті. Қара, қалай жеткізген? Бұл көркем мінез. Бұл деген осы Алла Тағаланың жақсы уағызбен, даналықпен жеткізіңдер деген жолды біздерге осылайша көрсеткен. Бір, өзгенің құқығына қол сұқпауымыз керек. Ислам дінін қабылдаған, Құраннан нәр алған әрбір мұсылман өзгенің ақысын жемей, ала жібін аттамай, бауырына зиянын тигізбеу керек. Өйткені адамзат бір атадан, бір анадан тараған. Өзгенің құқығына қол сұқпауымыз керек. Өздеріңіз білесіздер, біздің елімізде Аллаға шүкір, намаз оқимын дейсің ба, ораза ұстаймын дейсің ба, кейбір елдерде исламның 5 парызының біреуі қажылыққа өмірінде бір-ақ рет қана барып жатады. Онсыз да өмірінде бір рет бару парыз ғой. Ал біздің елімізде сондай мүмкіншілік жасаған, Алланың сондай мейірімі жауған, қажылыққа жыл сайын баратындар бар. 10-15 рет барып келіп жатқандар бар. Басқа мұсылман елдер алып қызығып қарайды, сендер қандай бақыттысыңдар, сондай бір елде тұрып жатсыңдар деп. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді ғой кейбір кезде. Кейбір кезде осыны да көп көріп кететіндер бар. Оларды біз болып, сіз болып ескертуіміз керек. Екінші, әділ қарым-қатынас жасау. Қоғам тыныштығы үшін бұл басты талап. Алла Тағала онсыз да Құран кәрімінде айтады, Estağfirullah. Инналлаха я'муру бил адл. Алла Тағала сіздерге әділетті болуды бұйырады дейді. Уал ихсани, бір-бірлеріңізге жақсылық жасауды бұйырады. Уа итаи зил қурба, және ағайынмен, тума-туыспен жақсы қарым-қатынаста болуды бұйырады. Әділетті болуымыз керек. Өзіміздің бауырларымызбен де, басқа дін өкілдерімен де. Және үшінші, көркем мінез керек. Ислам көркем мінезден тұрады. Өздеріңіз білесіздер, Алла Тағала Құран кәрімінде Нун сүресінің 4-ші аятында айтады, Estağfirullah. Ва иннака ла'ала хулуқин азим. Ақиқат, сен дейді пайғамбарымызға айтып жатыр, үлкен бір көркем мінездің үстінде тұрсың дейді. Егер біздерден сұраса, ислам дегеніміз не? Маған қысқа бір сөзбен түсіндіріш десе, ислам дегеніміз көркем мінез деп айтсаң қателеспейсің. Егер сіз көркем мінездің иесі болсаңыз, исламды түсінгеніңіз. Ал көркем мінез иесі бола алмасаңыз, исламды әрі түсінбегеніңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ва иннама ана бу'иту ли утаммима макаримал ахлақ." Ақиқатында мен дейді, көркем мінезді толықтыру үшін жіберілдім дейді. Ол көркем мінез тек қана мешіттің жамағаты, намазхандармен қатынас емес, көршімен қарым-қатынас, тума-туыс бауырларыңмен қарым-қатынас. Сенің көршің басқа діннің өкілі де болуы мүмкін, онымен қарым-қатынас. Сенің мұсылман көршіңнің бір ақысы болса сенің мойныңда, мұсылман емес көршінің сенің мойныңда 2 ақысы бар. Осылай түсіну керек. Сол үшін біздің қазақ халқында айтқан, Алланың алдында барған кезде көршіңмен қалай болдың деп сұрайды деп. Бәрімізді айтып жүрміз. Шынымен біздің елімізде қазір 18 конфессияның өкілі өмір сүріп жатыр. Біз сондай зайырлы елміз, ашық елміз. Ешкімнің құқығын таптамаймыз. Ақиқатты айтып жеткіземіз. Алла Тағала нәсібі болса жетеді. Ла икраха фиддин, дінде зорлық жоқ, ешкімді зорламаймыз. Өздеріңіз білесіздер, біздің қазақ елін басқа елден келгендер, қонақтарымыз қонақжай, бірлікті, ынтымақты жақсы көретін ел ретінде таниды. Соның тағы да бір дәлелі, әрбір 3 жыл сайын біздің елімізде әлемдік дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі өтіп тұрады. Әлемдегі барлық діннің өкілдері келіп қатысады. Астананың төрінде, бейбітшілік және келісім сарайында. Осы биыл да күздің кезінде сол съез өтеді. Оны басқарып отырған біздің елбасымыз. Өмірі бір столдың басына отырып көрмеген, бір дастарханнан ас жеп көрмеген, қаншама бір-бірлеріне деген сенім принциптері, бір-бірлеріне деген көзқарастары сәйкес келмейтін қаншама діннің өкілдерін бір столдың басына отырғызып қойды.
Егер солар қаншама өзге ұстанымдары бар діннің өкілдері, конфессиялардың өкілдері бірлік ынтымаққа келісіп бір столдың басына отырып жатса, ал бір мешітте намаз оқып атқан, бір Аллаға сенетін, бір құбылаға қарап намаз оқитын, бір пайғамбардың сүннетімен жүретін, бір Құран кітабын оқитын, мына біздің жамағат әртүрлі жамағатқа бөлініп кете беретін болса, онда біздің мұсылмандығымыз әлі толық емес деген сөз. Мұсылманда нағыз бірлік болу керек. Біз қалай мына имамның артына ұйыған кезде, имам Аллаху акбар десе, біз де Аллаху акбар дейміз. Имам рукуға барса, біз де рукуға барамыз. Имам сәждеге жатса, біз де сәждеге жығыламыз. Имам Аллаху акбар деп орнынан тұрса, біз де тұрамыз. Бұнда қандай хикмет, даналық бар білесіздер ме? Сіз мына имамға қараңыз. Сіз тапсырманы имамнан аласыз. Сіз өзіңіздің бағытыңызды имамнан аласыз. Осы біздің бірлігіміз, имамға, басшыға бағынуымыз бір мешіттің ішінде қалып қоймау керек. Осы біздің бірлігіміз мешіттен шыққаннан кейін мешіттің сыртында да сақталу керек. Сол кезде Алланың берекесі келеді. Ал мешіттен шыққаннан кейін әркім өзінің шейхін, өзінің ұстазын мақтап, діни басқарма не айтып жатыр, мешіттің имамдары не айтып жатыр, оны ұмытып кететін болса, ол ислам бірлігіне жатпайды. Сол үшін бізді басшыға бағынуды міндет еткен. Аллаға бағыныңыздар деген, пайғамбарға бағыныңыздар деген, және өздеріңіздің іштеріңізден шыққан басшыларыңызға бағыныңыздар деген. Сенім еркіндігі. Ла икраха фиддин. Дінде зорлық жоқ. Әркімнің өзінің, әсіресе біздің еліміздің ұстанымы сенім еркіндігі бар. Мейірімділік пен кешірімділік біздің қоғамдағы басқа дін өкілдерімен қарым-қатынас. Және алтыншы, танысу, араласу. Тіпті Ханафи фиқхының ғалымдары, мүжтахидтер сол кітап иелері тамақ асып, сізді үйіне шақырса, тамағынан жеуге болады деп пәтуа берген. Барыңыз деген. Танысу, араласу. Және мына аятты айтып, уағызға соң бергім келеді, құрметті жамағат. Жұманың да уақыты жақындап қалды. 3-4 минуттай уақытымыз бар. Алла тағала Құран кәрімінде айтады: «Я айюхан нас», барлық адамзатқа айтып жатыр. Тек қана мүминдерге емес. Ей адамзат дейді. «Инна халақнакум мин закари ва унса». Ақиқатында біз дейді, сіздерді бір ер және бір әйелден жараттық дейді. «Ва жаалнакум шуубан», және сіздерді дейді әртүрлі ұлт пен ұлыстан жасадық дейді. Тіпті біздің осы мешіттің ішінде әртүрлі ұлт пен ұлыс отыр. Біздің елімізде әртүрлі ұлт пен ұлыстар өмір сүріп жатыр. Біздің еліміз тек қана көп ұлтты емес, сонымен бірге көп дінді қоғам. «Ва қабаиля», және сіздерді дейді әртүрлі ру мен тайпадан жараттық дейді. Бірақ та Алла тағала ескертіп жатыр: «Литаарафу», сендерді әртүрлі ұлт пен ұлыстан жаратуымыз, сендерді әртүрлі ру мен тайпадан жаратуымыз, бұл бір-бірлеріңізбен жақындап танысу үшін дейді. Бөліну үшін емес. Мен пәленбай ұлтпын, мен күштімін. Немесе мен пәленбай руданмын, біздің руымыз күшті. Немесе мен пәленбай тайпадамын, біздің тайпамыз сіздің тайпадан күшті. Олай айту үшін емес дейді. Литаарафу, жақындап танысу үшін дейді. «Инна акрамакум индаллахи атқакум». Ақиқатында Алланың жанында ең жоғары тұратындарыңыз, ең тақуа болғандарыңыз дейді. Мен Алладан қорқамын деген сөз, басқа адамдармен қалай болса солай сөйлесу, қалай болса солай қарым-қатынас жасау деген сөз емес. Мен Алладан қорқамын деген сөз, құрметті жамағат, мен Алланың құлдарында сыйлаймын деген сөз. Әйтпесе кейбіреулер мен Алладан қорқамын дейді да, қалғандарының бәріне күш көрсетеді, әлімжеттік көрсетеді. Қалай болса солай. Ол сенің Алладан қорққаның емес. Алладан қорққан адам Алланың құлдарында сыйлайды. Біздің қазақта сөз бар: сыйлаған адам қорққан адаммен бірдей дейді. Яғни бір-бірлерімізді сыйлауымыз керек. Бір-бірлерімізді танысып жақындасуымыз керек. Ұлтқа, руға, тайпаға бөлместен. Өйткені ең жоғарыларымыз, ең тақуаларымыз. Ол бір-бірін құрметтеу, сыйлау, ол қорққан адам сияқты болып жүреді. Ол деген адамнан қорқып жатыр деген сөз емес, ол тақуалықтың иесі деген сөз. Инналлаха алимун хабир. Алла тағала барлық нәрсені біледі, барлық нәрседен хабары бар. Иншалла, Алла тағала
білгендерімізбен, өзі шариғат үш нәрседен тұрады дейді: білім, ғамал және ықылас. Осы білгендерімізбен ғамал етуімізді нәсіп етсін, ғамалдарымызды ықыласпен жасауды нәсіп етсін. Алхамдулиллахи раббил аламин, ва салату ва саламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин.